Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін біз 5-ші сыныпқа арналған ақбота тақырыбында диктант жазатын боламыз. Барлығы мәтінімізде 110 сөз және мәтін 2 абзацтан тұрады. Әдеттегідей алдымен біз мәтінмен таныс боламыз. Мен мәтінді толық оқып шығамын, содан соң диктантымызды жазуға кірісеміз. Видеоға лайк басып, өз пікірлеріңізді жазғандарыңызға, каналға тіркелгендеріңізге көп рахмет. Ақбота. Аулада ойнап жүр еді. Екі атты адам бір үйір түйені қуалай айдап, мал қораға кіргізді. Қызық көріп қасына бардық. Түйелердің ішінде менің назарым ауғаны боталы ақ інген. Інгеннің өзіне айнымай ұқсаған сүттей аппақ кішкене ботасы бар. Шудалары ақ жібекте желкілдеп, тұла бойын басқан әппақ ұлпа жүндері мақтадай үлбіреп тұр. Қап-қара мойылдай дөңгелек үлкен көздері жәудіреп, еріксіз қызықтырады. Әжемнің «Ой, Ақботам» деп мені аймалайтыны есіме түсіп, мен де әжеме дәл осындай әдемі көрінем бе екен деп ойладым. Түйелерден сескенгендіктен ұмтыла жүгіріп, баруға батылым жетпей тұр едім. Ақбота маған жақындап келіп, өзіндей бала екенімді сезіп ойнағысы келді ме, әйтеуір мойнын созып мені иіскеледі. Сол сәттен бастап мен Ақботаға бауыр басып кеттім. Мінекей достар, диктантымыздың мәтінімен таныс болдық. Енді диктантымызды жазуға кірісейік. Алдымен тақырыбын жазамыз. Ақ бота. Жазамыз. Ақ бота. Бірінші сөйлем. Азат жолдан бастап жазамыз. Аулада ойнап жүр едік. Екі атты адам бір үйір түйені қуалай айдап, мал қораға кіргізді. Жазамыз. Аулада ойнап жүр едік. Екі атты адам бір үйір түйені қуалай айдап мал қораға кіргізді. Сөйлемді тексереміз. Аулада ойнап жүр едік. Екі атты адам бір үйір түйені қуалай айдап, мал қораға кіргізді. Келесі сөйлем. Қызық көріп қасына бардық. Жазамыз. Қызық көріп қасына бардық. Сөйлемді тексереміз. Қызық көріп қасына бардық. Келесі сөйлем. Түйелердің ішінде менің назарым ауғаны боталы ақ інген. Жазамыз. Түйелердің ішінде
Менің назарым ауғаны боталы ақ інген. Сөйлемді тексереміз. Түйелердің ішінде менің назарым ауғаны боталы ақ інген. Келесі сөйлем. Інгеннің өзіне айнымай ұқсаған сүттей аппақ кішкене ботасы бар. Жазамыз. Інгеннің өзіне айнымай ұқсаған сүттей аппақ кішкене ботасы бар. Сөйлемді тексереміз. Інгеннің өзіне айнымай ұқсаған сүттей аппақ кішкене ботасы бар. Келесі сөйлем. Шудалары ақ жібектей желкілдеп, тұла бойын басқан әппақ ұлпа жүндері мақтадай үлбіреп тұр. Жазамыз. Шудалары ақ жібектей желкілдеп тұла бойын басқан әппақ ұлпа жүндері мақтадай үлбіреп тұр. Сөйлемді тексереміз. Шудалары ақ жібектей желкілдеп, тұла бойын басқан әппақ ұлпа жүндері мақтадай үлбіреп тұр. Келесі сөйлем. Қап-қара мойылдай дөңгелек үлкен көздері жәудіреп, еріксіз қызықтырады. Жазамыз. Қап-қара мойылдай дөңгелек үлкен көздері жәудіреп еріксіз
Қызықтырады. Сөйлемді тексереміз. Қап-қара мойылдай дөңгелек үлкен көздері жәудіреп, еріксіз қызықтырады. Келесі сөйлем. Әжемнің «Ой, ақ ботам» деп мені аймалайтыны есіме түсіп, мен де әжеме дәл осындай әдемі көрінем бе екен деп ойладым. Жазамыз. Әжемнің «Ой, ақ ботам» деп мені аймалайтыны есіме түсіп, мен де әжеме дәл осындай әдемі көрінем бе екен деп ойладым. Сөйлемді тексереміз. Әжемнің «Ой, ақботам» деп мені аймалайтыны есіме түсіп, мен де әжеме дәл осындай әдемі көрінем бе екен деп ойладым. Келесі сөйлемді азат жолдан бастап жазамыз. Түйелерден сескенгендіктен ұмтыла жүгіріп баруға батылым жетпей тұр едім. Ақбота маған жақындап келіп, өзіндей бала екенімді сезіп, ойнағысы келді ме, әйтеуір мойнын созып мені иіскеледі. Жазамыз. Түйелерден сескенгендіктен ұмтыла жүгіріп баруға батылым жетпей тұр едім. Ақ бота маған жақындап келіп өзіндей бала екенімді сезіп
ойнағысы келді ме? Әйтеуір мойнын созып мені иіскеледі. Сөйлемді тексереміз. Түйелерден сескенгендіктен ұмтыла жүгіріп баруға батылым жетпей тұр едім. Ақбота маған жақындап келіп, өзіндей бала екенімді сезіп ойнағысы келді ме? Әйтеуір мойнын созып, мені иіскеледі. Келесі сөйлем соңғы сөйлем. Сол сәттен бастап мен Ақботаға бауыр басып кеттім. Жазамыз: сол сәттен бастап мен Ақботаға бауыр басып кеттім. Сөйлемді тексерейік. Сол сәттен бастап мен Ақботаға бауыр басып кеттім. Осымен достар, диктантымызды жазып аяқтадық. Енді мен мәтінді қайталап оқып шығамын, ал сіздер жазғандарыңызды бір тексеріп алыңыздар. Содан соң экранға мәтіннің толық нұсқасы шығады. Ақбота: аулада ойнап жүр едік. Екі атты адам бір үйір түйені қуалай айдап, мал қораға кіргізді. Қызық көріп қасына бардық. Түйелердің ішінде менің назарым ауғаны боталы ақ інген. Інгеннің өзіне айнымай ұқсаған сүттей аппақ кішкене ботасы бар. Шудалары ақ жібекте желкілдеп, тұла бойын басқан әппақ ұлпа жүндері мақтадай үлбіреп тұр. Қап-қара мойылдай дөңгелек үлкен көздері жәудіреп, еріксіз қызықтырады. Әжемнің «Ой, Ақботам» деп мені аймалайтыны есіме түсіп, мен де әжеме дәл осындай әдемі көрінем бе екен деп ойладым. Түйелерден сескенгендіктен ұмтыла жүгіріп баруға батылым жетпей тұр едім. Ақбота маған жақындап келіп, өзіндей бала екенімді сезіп ойнағысы келді ме? Әйтеуір мойнын созып, мені иіскеледі. Сол сәттен бастап мен Ақботаға бауыр басып кеттім.